Біз көбінде балаларымызды өзіне анау өзін билей алмайтын кезде біз оны өзіне билетіп жатамыз. Көп жағдайда көп көретін, өз басым көп ұшырастыратын қателіктердің бірі осы деп санаймын. Біздің қоғамда бала тәрбиесіне отбасы әуелі осы баланы тәрбиелеуден басталатын болса, және отбасының бір мұраты жақсы бала тәрбиелеу болатын болса, отбасы құрудың ұзына соңына дейін жалғасқан процесі де осы баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұрақ мазалауы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселеге тоқталып отырмыз. Мынау Абай атамыздың, Құнанбай атамыздың, Зере әжеміздің, Ұлжан әжеміздің тәжірибелерін зерделейтін болсақ, мынау бас кезінде баланы өздері билеп отырған, яғни өздері бағыт бағдар беріп отырған, кімді тыңдау мәселесіне дейін, тіпті жас жеткіншек шағының өзінде Абайды қаладан медреседен келген кездерінде де кімді тыңдау керек деген кезде ертекші Баймағамбет, сосын әншілерден өзінің бөлек әншілері болған, сосын жаңағы керемет елге сөзі өтетін кісілерді, яғни тұлғалық қасиеті бар адамдарды ол кісілер қалап сұрап, жатқызып, айлап, жылдап жаңағы әңгімелерін тыңдататын болған. Бұл жерде қандай бізге бір пайдалы нәрсе бар? Яғни оны кімді тыңдау керек екенін екшеп реттеп беріп отырушы институттың жұмысын атқарды ата-анасы, әжесі. Ал Абай ат жалын тартып мінді дейтін қазақта жас өлшеміне байланысты сөз бар. Яғни 13-15 жасар шамаларындағы кез 13-тегі отау иесі дейтін қазақтың өлшемімен бұл тіпті жасаруы да мүмкін. Осы кездегі балаға барып өзінің тізгінін берді. Сонда бізде бұл үрдіс баланың тұлғасының дамуына және адаспауына, яғни басқа бір бағыттарды ұстанып кетпеуіне, тіпті өмір салтының өзінде бір біздің менталитетімізге келмейтін, тіпті біздің өмір сүру платформамызға үйлеспейтін нәрселерді ұстанып кеткен кейбір ағайындарды көреміз ғой. Солардың көбеймеуіне осы бабалардың тарихи тәжірибесі себеп үлгі болады деп ойлаймын, өнеге болады деп.